Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі өте сүйкімді жұмсақ күлшанандар дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Қажетті құрамдарын астында описаниеде жазып қалдырамын. Таза ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді, ашытқымызды, қантымызды және де 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Сүтіміз бен суымыз қатты ысық болып кетпеу керек. Содан соң ерітілген сары майымызды салып, араластырып, ұн илегіштен өткізілген ұнымызды бөліп сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз, әр ұнның тығыздығы әртүрлі болады. Сондықтан ұнды көз мөлшеріне қарап, жұмсақ қамыр илейміз. Нанымызға 1 ас қасық сұйық майымызды құйып, сұйық май нанға сіңгенше тағы да жақсылап илейміз. Енді бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге тынықтырып қоямыз. Нанымыз көтерілген соң, оны 6 бөлікке бөліп, дөңгелетіп дайындап аламыз. Табамызға дөңгелетіп дайындап, пакетпен беттерін жауып, 10-15 минуттай тынықтырып қоямыз. 15 минут тұру барысында нанымыз тағы да көтерілді. Енді осы нанымыздың әдемі етіп формасын жасайтын боламыз. Осылай саусағымызбен ортасынан басып шығамыз. Каналымда тағы да пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан да видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бір дана жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүтімізді құйып, оны араластырып, нанымыздың бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Пешімізді 190 градуста қыздырып, 20 минуттай нанымызды пісіріп аламыз. Наны өте дәмді шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.